Барлығына ассаламу алейкум достар. Бүгін біз Павлодар қаласындамыз. Бүгін бізде Ертіс Баян Кап бәйгесі болып жатыр. Қазір бізде сағат 9:33 болды. Бұйырса сағат 10-да бізде бәйге басталады. Осындай өзінің адамдар келуде. Келіп, қызығып, көріп кетеді. Мына жақта неше түрлі бұйымдар, қазақша осындай заттар сатылуда. Соғалмаған жан сойылды, ойлағандар қор болар, дүниеде ғана тойылды. Ерлігіңмен қашап кет, тарихта есім сойыңды. Ел мақтаған жігітке сұлу. Мына жақта бізде осындай арнайы суретке түсу үшін естелікке қалай айтсам болады, сахна ретінде құрып қойған екен. Өте әдемі, өте күшті естелікке. Осындай дүбірлі бәйгеде, дүбірлі шоуда болған біз кезінде деген секілді. Мына жақта бізде сахна қазір. Мына жерде бізде қазір бұйыртса эстрада әншілері өнер көрсететін болады. Сәлеметсіз бе, Мирас? Өзіңізді таныстырып кетсеңіз? Сәлеметсіз бе? Аты жөнім Тілеуберді Мирас. Қарағанды облысынан келіп тұрмыз. Құнанбайге қатысымыз. Ашық Құнанбайге. Айханым есімді құнан. Алдыңғы Екібастұз қаласының Олимпиад іріктеу кезеңін өткен. Өзіңіз негізі жас тренерсіз, иә? Аха, жасым Қарағанды облысындағы ең жас тренермін. Жасым 23-те. Бүгін осы Құнанбайгеде ең басты қарсыластарыңыз кім негізі? Ең басты қарсылас Жамбылаған Бақторысы. Ойлайсыз, негізі бір ай бойы жаттыққан атпен дұрыс витамин алған аттың айырмашылығы бар ма? Байқала ма? Енді жаттығып бірге витамин жеген дұрыс қоғат. Бірге жүрген дұрыс. Әрдайым абылай жаттығып витамин жемесе, ол аттың энергиясы кете береді. Жарысқа қосылған сайын, дайындалған сайын, энергия шыққан сайын қосымша зат беріп отыру керек. Кей адамдар дәрі салса болды, ат шабады деп ойлайды, соған көз қарасыңыз ба? Ол үлкен қателік. Мысалы біздің өзіміз вообще дәрі салмаймыз. Тек қана дайындықпен. Дайындық шешеді ғой көп жерде. Енді былай дәрі көмектесу мүмкін, 10-15% шығар әрі кетсе. Осы бәйгеден алдын қандай система қолданасыздар сіздер? Мен қолдана қоймаймын система. 3-4 күн бұрын ат суытқан кезде қолданамын. Натрий, стерофудин, аминоплазма, болып басқа түк салмаймын. Таза шабамын. Бәйгеден кейін? Бәйгеден кейін енді құямыз. Восстановительный көп нәрселер құямыз. Жеміне көп добавкалар қосамыз. Осы бәйгеден алдын жылқының көңіл күйіне қаттырақ мән бересіздер ме осы? Иә, көп мән береміз. Дайын ат өзін көрсетеді ғой. Дайынмын деп. Жұмыста секіріп жүрген ат бәйгеге келіп сабырланып қалуы мүмкін. Сабырлы жүрген ат бәйгеге келген кезде дайынмын деп көрсетуі мүмкін, секіріп. Соған көп көңіл бөлеміз. Осы мысалға бәйге алдында бір температурит етіп, кішкене мазасы болмай тұрса, бәйгеге сонда да қоса бересіздер ме? Бір алып қалған жағдайларыңыз болды ма? Қоспаймыз негізі. Бірақ мен өз басымнан өтпепті. Бәйге шығар кезде өте сақ болып жүреміз ғой. Әр нәрсеге көңіл бөліп, өте щепетильный боламыз ғой бәйгеде. Аттың қауіпсіздігі бірінші орында тұру керек. Аттың қауіпсіздігі бірінші орында, одан кейін өзің ғой. Өзіңді келесі орынға қоясың жарысқа шыққан кезде. Бізде амарант тұлпар достар. Ал Мирас, біз қазір амарант тұлпардың дәл алдында тұрмыз. Негізі осы амарант тұлпарды қай жақтан алдыңыздар? Қандай ерекшелігіне қарап алған болатынсыздар? Амарант тұлпарды Ресей мемлекетінен алған болатынбыз. 2 жасында. Өзінің мүшесіне қарап алдық, қызығып. Аламанға өте сай тұлпар. Мүшесі өзіне сай. Әлді, выносливый дейді ғой, орысша. Негізі амарантты алған кезде линиясына көбірек қарадыңыздар ма әлде? Тек мүшесіне ғана мән бердіңіздер ме? Мүшесіне де сосын қанына да мән бердік. Әкесі жақсы шапқан. Амаранттың негізі шапқан кездегі тактикасы қандай? Былтырғы жылы алдыңғы жақта кетіп, алдыңғы топпен кіру болған. Биылғы жылғы 2 машасын топта ұстап, соңғы 500-ке жұмыс істеді. Өзінің осы амаранттың бір мінезінде ерекшелігі бар ма? Мінезі намыс қой, өте талас қанатын алмай қоймайды ғой. Барын беріп шабады. Негізі бүгінгі бәйгеге амаранттың дайындығы қалай? Бүгінгі жарысқа амаранттың дайындығы өте жақсы.
бір алладан енді жақсыдыр бірақ. Тағы да басқа қандай жылқылар алып келдіңіздер осы бәйгеге бүгінгі? Осы бәйгеге Павлодар облысының жабық құнандар бәйгесіне осы Амаранттың інісін алып келдік. Туған інісін. Иә. Достар, біз қазір Амаранттың туған інісін көретін боламыз. Бүгінгі құнан бәйгеде, Павлодар облысының жабық құнан бәйгесінде бүгін өнер көрсететін болады. Амаранттың туған інісі. Машаллах, кішкентай. Бұл жылқы туралы айтып кетсеңіз? Бұл жылқы аты Аманат. Аманат? Аты Аманат. Алдында Талдықорған қаласында үш болған құнан бәйгеде. Бүгін екінші жарысы. Жақсыдыр. Енді қосылып жатыр, иә? Биыл енді қосылып жатыр. Бұл да Амарант сияқты өте духты жылқы, рухты жылқы дейді ғой. Тектілік қан қолайды. Тектіден текті туады. Күшті екен. Қасқадан төбел туады дейді ғой. Сол. Ағасы сияқты шауып берсе арман жоқ. Осы жол енді 14-ші нөмірде өнер көрсетеді екеуі де. Ал негіз бүгінгі бәйгеге дайындығы қалай? Өзі екінші бәйгесі екен. Біліп тұр, сезіп тұр. Осы жарысқа енді 3 күн бұрын келдік біз. 3 күн болды осындамыз. Дорожкаға үйреттік. Бәрін үйреттік, тұрған жерін үйреттік. Содан сезіп жатырмыз. Аттар да орын ауысқаннан кейін өз-өздерін дайындап бастады. Жүріп, айналып, көп тамақ жемей, уайымдап, бұлар да біз сияқты уайымдайды екен. Осы жаңадан қосылып жатқан аттарға бәйгелерді қалай таңдайсыздар сіздер? Бірінші жарысын средний составпен өткіземіз ғой, барынша. Аттың духын сындырмай. Бірінші жарысында жеңілдеп өткіземіз ғой. Бұйыртса бәйгелі болсын құданда. Әумин, айтқандарың келсін. Достар, біздің нарақта армақтың. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы шүкір, өздерің қалайсыңдар? Біздің армақтың красавчиктері келді. Нарақта пресер. Жақсы шүкір. Нарақта жалғас. Қалай жағдай? Нормально. Шүкір Алла. Бүгін өнер көрсетесіздер ма Жигитовкада? Не аласың, не интервью? Интервью алайын? Қалай аласың, сұрақтар? Фото түсірші. Общий ма? Достар, осындай. Достар, бұйыртса бізде қазір Жигитовка болайын деп жатыр, выступление. Яғни Ертіс Баян Каптың ашылуы. Мына жақта біздің армақтағы жаңа өздеріңіз көргендей Сұлтан, Ақжол және де жалғас. Біздің осы Қазақстан бойынша Жигитовкадан чемпион балаларымыз Ертіс Баян Капта өнер көрсетеді. Неге? Ал Архат, бүгінгі бәйге настройың қалай? Әдем. Әдем ма? Кімге балет етіп жатсың бүгін? Амарант. Амаратқа? Әдем формада тұр ғой. Бұйырса бірінші орын алады деп сенесің ба? Сенеміз. Бұйырған көреміз. Бізде Расул аға жеңіс тияз. Бұйырса гладкий шабат. Олжасын армияға кеткен көрген кезде в шоке болдық. Әлі неден мен, әлі в шоке болып тұрмын. Или разный ма? Бірақ жақын досыздар. Жақсы чувство. Осындай жарыстар көп бола берсін деп тұр ғой. Бүгін негіз тарихи жарыс өтті, иә? Қалай жағдай? Жақсы шүкір. Енді келдіңдер ма? Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы шүкір. Достар, бізде қазір гладкийға дайындық болып жатыр. Бізде бірінші қазір гладкий скачки басталады. Достар, бізде қазір гладкий скачки ең бірінші дистанция басталайын деп жатыр. Бізде жеңіс тияз.
Достар, бізде қазір 2000 метрға гладкий скачки басайын деп жатыр. Жылқылар сборда. Бұйырса бір 8 немесе 10 ат арасында шабады. Әрқайсымыз әртүрлі номердегі атқа және жакиге болеть ететін боламыз. Вот кім ұтады, кімдікі дұрыс болады, соны тексереміз деп отырмыз. Ал қай атқа болеть етесіз? 7. Строго 7. Прям 7, точно. Нұрсая 2, сіз? Мен бір еке жетекте жүр, значит, білген ау. Екінші номердағы жылқыға болеть етемін. Иншаллах ұтады. Маған, если честно, қазір ат не важно, я болею только за Расул Алпысбай. Өйткені, білмеймін, өзім қатты қалап тұрмын, жеңсін. Вот. Давай, Расул. Мы болеем за вас, давайте. 8. 7 номер бір келді. Тат Security. Красавчик, Асет! Некий. That Security 7 номердағы жылқы 2000 метрлік дистанцияны ұтты, достар. Неке Хамза Батыр. Достар, бізде қазір Құнанбайге старт болайын деп жатыр. Біз 14 номердегі Аманат деген жылқыға болеть ететін боламыз. Достар, бізде қазір осындай кішігірім шоу болып жатыр. Құнандарға қолдау көрсетіп, қол соқ қойыңыздар, ағайын, айқай шуғайдар! Машалла. Павлодар облысының құнандары жарыс жолында Ассалаумағалейкум, құрметті атсер қауым YouTube көрермендері, Наумидің оқырмандары. Мен өздеріңіз көріп тұрғандай топ бәйгенің жүргізетін жігітпін. Наумидің YouTube-на тіркеліп кеттіңіздер. Қазақтың қарапайым қызы өзінің ақшасына өзі осылай бәйгелер аралап жүр. Сіздер жаңағы бәйгелер керегінде өздеріңіз ақшаларыңызға келесіздер ғой. Ең маған сол қызық. Өзіміздің ақшамызға спонсор жоқ, федерациядан көмек жоқ деп жалып жүрсіңіздер. Көрдіңіздер, құрметті достар, осындай қазақтың қарапайым қыздарына ақшалай көмек бермесеңіздер де лайк басып, комментарий жазып, пікір қолдап, осы қыздар звезда қыз едіңіздер. Павлодар облысы жанкүйерлер, ертіс Баянка, құрметті ағайын, жабық құнан, Павлодар облысының құнаны 8 номердегі Павлодар қаласының зымыраны, қадірлі көпшілік, қол соқ қойыңыздар, шарлақтан үмет. Тамаша, қараңыздаршы, неткен келмет жеңіс. Атақты Хамза аман келді, ағайын. Бір қол соқ қойыңыздар, 14 номерден мінеке. Ощение сымдық, күшті. Қай номерде шауып жатыр? 5 номерде. Айханым. Көреміз бұйырғанын. Али есіліп тұр ма? Али. Болды, давай жүре бер. Бақторы атты құнанымыз 10 номерде Сапарғали Сатпаев мырзаның Бақторысы Мерей Галиполин бағындаған жүйрік. Осы жерде өнер көрсетуде өткенде ғана Астанада болған бәйгеде бірінші келген ессіз жүйрік. Дүзу тұр, Али, дүзу тұр. Қазір бұйыртса құнан бәйге жарыс жүргізушілеріміз мінеке түсіндіріп, шабандоздарыңызға абайлаңдар, осылай бастаңдар, осылай шығыңдар деп мінеке Талғат мырза бас көрежі өзінің тәрменен бұйрығын беріп жатыр. Қол соқпайды!
Ұстап ал. Молодец. Терлетіп ал, молодец. Сайдың тасында жиналған құландарымыз жарыс жолын бастап кетті. Бізде Bir xotdan жүре бер. бұл жолы La havla quwwata illa billah. Ya Allah özün kolay gör. Ya Allah özün kolay gör. Ya Allah özün. Жүріп. Ali, давай, жақындап кетір. Ali, давай. Екі жақтап айда. Айда. Болды. Қинама. Сәлеметсіз бе Мұратхан аға. Сізбен бүгін Павлодар қаласында Ертіс Баян капта кездесуді бұйырыпты. Өзіңізді кішігірім таныстырып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Сіздерге рахмет. Осындай біздің ұлттық спортымызды дамытып жатқандарыңызға, популяризацияны жүргізіп жатқандарыңызға Инстаграмнан сіздерді көріп тұрамыз. Сіздерге де рахмет. Мына жалпы қазір қазақ елімізде ұлттық спортымыз дамып, басқа өңірлерде де жаңа атшабар алаңдар ашылып жатыр. Мен өзім Алматы қаласынан болам. Намат Арена атшабар алаңы атқарушы директормын. Менде көпшілік айтатын бір жаңалық бар. 4 шілде күні Намат Аренада бәйге болмайды, скачкада болмайды. Енді оған екі себеп бар. Басты себеп мынау біздің ағаларымыз, Мұрат Өсербаев ағамыз, вице-президенті сұрауы бойынша бұның алдында Екібастұзда бір күнде түсіп қалдық. Екібастұзда ат жиналмай қалды. Оның алдында Астанада ат жиналмай қалды. Сонымен кеше мәміле шай болып отырып сөйлесіп сондай шешімге келдік. 4 шілде күні кезекті іріктеу осы Павлодар қаласында осы атшабар алаңда болады. Одан кейін 1 тамыз күні, 1 август күні Намат Аренада Окс болады. Окстан кейін 14 шақырым бәйге болады, 6 шақырым құнан болады. Құдай қаласа, одан кейін 1 тамыз күні біз қырғыз ағайындармен қосылып, қазақ-қырғыз достастық кубогын жасайын деп отырмыз бәйгеге. Құдай қаласа 14 шақырымға 3 автокөлік болады, құнанға 1 автокөлік немесе 3 автокөлік болады. Сондай жаңалықтар. Мынау әлеуметтік желінің қанша пайдасы бар, сонса да зияны бар. Мынау әр бәйгеден кейін мына комментарийлар неде оқисың, бір болмайтын заттарды жазады. Бұл бәйге деген біздің ұлттық спортымыздан тек қана позитивті эмоция болу керек. Қай жерде бір қате кемшілігіміз болса, біз оны жасыруымыз керек. Мынау қазақта сөз бар, жақсы айт немесе аузын жап дейді. Жақсы сөйлейік. Мынау әлеуметтік желіде телефонның ар жағында отырып әрбірін жаза қою керек. Бұл деген үлкен еңбек қой. Мұны ат жүгірту деген оңай емес, ат баптау деген оңай емес. Бұл шабандоз бала мысалға өзінің үйде отырған ата-анасы уайымдап отырады. Аттың иесі уайымдап отырады, бапкер уайымдап отырады. Бір бала ғана 3 шаңырақты көтеріп бара жатыр. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Мына біздің мен өз ойым, мына ұлттық спорттың төресі бәйге. Неге десеңіз, бәйгенің басты кейіпкерлері мына біздің болашақ ел қорғаушыларымыз, жігіттеріміз, балдарымыз. Қазір мынау 10-12 жасар балдар үлкен жауапкершілік алып бара жатады. Мынау неге қазақта сүндетке отырған кезде атқа мінгізеді? Өйткені бала атқа отырған кезде тізгінін ұстап, өзінің өмірі үшін өзі жауапты екенін түсінеді. Сондықтан да бұл қазақтың философиясы үлкен терең мағынада берілген. Сондықтан болмайтын заттар жаза бермеңіздер, сондай бір сұрау бар. Құдай қаласа, мынау ағылшындарда мынандай сөз бар. Конный спорт показатель благосостояния населения дейді. Мынау Құдайға шүкір, еліміз, жұртымыз аман, бәйге шауып жатырмыз. Бәйге дамып келе жатыр. Қандай керемет бәйгелер болып жатыр. Жаңадан ипподромдар ашылып жатыр. Бәйгелеріміз қандай стильде өтіп жатыр қазір. Стиль показатель интеллекті дейді. Қандай әдемі өтіп жатыр. Сондықтан да бұл өзіміздің қолымызда ат спортымыз. Біз қалай өзімізді дамытамыз, өзіміз қалай қолдаймыз, солай дами береді ол. Бөлінбеу керек біз. Бізде мысалы Республика Федерациямен келісімге келдік. Бір айда 4 суббота болса, бір субботасын бір шабайық, бір субботасын Республика Федерация шапсын, одан кейін жакей клуб шапсын. Даму керек. Тек қана Алматыда емес, басқа өңірлерде де Екібастұзда Құдайға шүкір әкімнің қолдауымен шауып жатыр. Павлодарда, Оралда шауып жатыр. Жақсы ғой, өте керемет қой. Айтпесем бұрыннан бір айтатын еді, тек қана Алматыда ғана дамып жатыр, Алматы облысында. Қазір басқа өңірлерде де, мысалға бүгін мынау Құнан бәйгенде мынау Павлодар ұтты мысалға. Қолтума Құнан ол еще. Қолтума Құнан үлкен көрсеткіш қой. Мына жерде аттар жақсы ат бар екенде көрсеткіш ол.
Сондықтан да Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Мұңаймаңыздар. Анау нашар жаңалық, жаман жаңалықты айтпау керек та. Жамандықты жасыру керек. Сондықтан қазақта сөз бар ғой, қай ойлаған жігіттің дейді, тар дүние, кең дүниесі тармен тең дейді. Сондықтан тек қана жақсы ойлайық, бір-бірімізді қолдайық, мейірімді болайық бір-бірімізге. Қазақ еліміз жасасын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Аламан бәйге. Қазақтар қаша бастады. Облысынан Қырғызстан мен Гәкку таласып бара жатыр, құрметті ағайын. Қараңыздаршы, Амаран алдыда болған, Гәкку да енді қазір алдыға шыға бастады. Кім жүректе, кім жүрек. Нағыз аттың да. Достар, бізде қазір Аламан бәйгенің екінші кругы кетті. Қазір бізде екінші кругқа кетеді шабандоздар, сонымен 7 круг қалады, Алла қаласа. Бүгінгі Аламан бәйгенің жеңімпазын жақын арада сіздермен бірге анықтайтын боламыз. Ең қызықты бәйгелердің бірі осы Аламан бәйгесі, достар. Мықты, скорс өтте мықты болып тұр. Сайгүріктерге бір қол соғып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Қошемет ұрып отырыңыздар. 18 шақырымға бақ сынауда. 18 шақырымға бақ сынауда, құрметті ағайын. Бізде топ бастап бара жатқан. Ол деген бұлай тұрысын көргіміз кеп тұр, құрметті ағайын. Қол соғып отырыңыздар. 5 айналым бар алдыда. 5 айналым бар. Құрметті шабандоздар, мұқият отырыңыздар. Алдыда әлі 5 айналым бар, мінеке. Міне жүректер бір қалыпқа түсіріп алған барлығы, мінеке. Осы топтың басын ақырын Амара Қалиолла Тағаталла, мінеке. Жақсы өзің қайсың? Анда Алижан жауып отыр ғой, қандай жылға алып келдіңіз? Көлсай? Араға былай айтқан кезде 500-600 метр араға шықтық тастап. Алдым деп, қасымызға келе жатқан аттың қаншалықты терлігіне дейін қарап отырды бұл шабандоздар ағайын. Өзінің астындағы атқа ғана емес, қарсыластың да атқа қарап отыр. Қол соқпай, құрметті ағайын. 3 айналым бар, алдыда әлі 3 айналым бар. Енді қашасыздар қаша бастайды ағайын. Достар, бізде соңғы айналым. Тек фавориттер, Соңғы айналым. Соңғы айналым, мұқият болыңдар. Менің жатыр құрметті ағайын, бір-бірімен таласып аласырып, дайындалған жүйріктер қарасырып, ағайын. Нағыз ердің мінезі балқытар болат шойынды, өз-өзіне тигізер соған маған жан сойылды. Ойлағандар қор болар, дүниеде ғана тойылды. Ерлігін Достар, қараңыздар, кеше ғана Мұратхан аға Аламан бәйгеде кімге жаздыңыз? Сталбек деген досыма, бауырыма, қырғыз бауырыма. Құдай қаласа 1 тамыз күні бір бәйгеге мәшіне атаған жігіт. Міне кеше міне жаздым, атын көрдім. Вы завтра выиграете Аламан деп жаздым, міне аты ұтты. Достар, бізде қазір Аламан бәйгесі аяқталды. Бізде Әділет Ноқатайдың баптауында тұрған Көлсай атты тұлпар бір болды. Шабандозы Алижан, өздеріңіз білетін, танитын бүркіттің шабандозы Алижан бір болды. Негізі өтте мықты талас болды, себебі бір жаңағы Көлсай, 2 Қарлығаш, 3 Амарант. Мен Амарантқа бәлес еттім, шын айтам өзім. 3 Амарант болды, шүкір Аллаға. 4 Жамбыл Бөбекбайдың баптауында тұрған жылқы. Бүгінгі бәйге өтте мықты болды, және де Аламандағы, Құдандағы 500-ға кеткен скорсты көрдің бе сен? Мен скорс кәдімгідей мықты болды, енді айта алмадым. Сәлем, Амир. Бүгін Құдай қалап Павлодар қаласында Ертіс Баян капта Аламан бәйгеде 2-ші орын алдың, я? Жылқыңның аты Қарлығаш, я? Өзің қай қаладансың, неше жылдан бері жылқы шабасың? Бұл салаға сені кім алып келді, өзің таныстырып кетсең? Мен осы 1 жыл болды шауып жүргеніме. Осы ат спортына әкем алып келді. Сол бүгін 2-ші орын алдым. Жасың нешеде? 12-де. 12-десің, я? Нешінші сынып оқисың? 6-ны бітірдім. 6-ны енді бітірдің, я? Қарлығашпен шапқан кезде тактикаңды айтып кетсең? Қарлығаштың өзінің бір-ақ тактикасы бар. Топтың ең артында отыру, содан кейін соңға кеткенде жай қашып, сөйтіп сықап қашуы. Сәлеметсіз бе, Азамат аға? Өзіңізбен бүгін Павлодар қаласында Ертіс Баян капта кездесуді, өзіңізден сұхбат алуды бұйырыпты. Сізді барлық қазақ елі таниды, покер Азамат деп
өзіңіздің лақабатыңыз бар, иә, сондай? Өте танымал. Міне, Павлодар қаласында Ертісбаян капта аламан бәйгеде қарлығаш 2-ші орын алып отыр. Осы қарлығашты қай жақтан таңдап алдыңыз? Қандай ерекшелігіне қарап таңдап алдыңыз бұл тұлпарды? Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі бәйге керемет өтті. Енді бұйрық қой, енді Алла тағала маңдайымызға жазып қойды ғой. Мықтаттар болды. Соңғырыққа кеткенде бәрі айғырлар, жалғыз байтал болды ішінде. Атқа реніш жоқ. Бұл байталды біз Россиядан келген байтал ғой. Россиядан келген, сатылмай тұрған, бір жыл сатылмай тұрған байтал. Өзіміз сол Нұрлан деген кісіден алғанбыз, таңдап 2-3 аттың ішінен. Астана капта бір болды, Талдықорғанда открытасында бір болды. Кейін топқа қостық, шығыста, Семей жақта, ұяқтан 3 болды, топтан Хамза шапты ол кезде. Өзінің бір ерекшелігі бар ма осы қарлығаштың? Бұда ерекшелігі бұл характерный байтал, шаршауды білмейді. Система, укол, салдырудың өзі проблема, тағалау. И көп адам жақтыра бермейді. Көрініп тұрған сияқты. Характер мықты ғой, айғырдың характері сияқты. И бір ренжіту жоқ, тоқтап қалу деген жоқ па. До конца соғысады ғой. Аттың қорқынышы немесе еркелігі өзінің нәтижесіне әсер ете ме бәйгеде? Мінезі? Характер ол ұрқатты. Есе қорқып тұрса, дух жоқ болса шаппайды. Өз-өзін тайсы салады. Ат характер болғаннан кейін ойлаймын осы байтал характермен мықты депші. Еркек мінезді ғой, мінезін айтқанда соғысқа дайын тұрады, біліп тұрады өзі. Негізі осы бәйге шапқан кезде ат пен жакейдің арасындағы байланыс қаншалықты маңызды? Өте маңызды ол. Мен өзім ойлаймын, бала мен ат бір-бірін түсіну керек те шабандозбен. Біз дайындаймыз, шайнап береміз, ол жұту керек қой, соны жеткізу керек та. Бірақ енді Амир өз бірінші бәйгесіне отырасап, жаңадан шауып осымен отты. Екеуі бір-бірін қатты түсінеді бұл. Керемет екеуі бір-бірін сөйлеседі. Ал осы бәйгеден алдын аттың дайындығын қалай тексересіздер? Енді тер алғанда, ат дайын болғанда үстінен мініп жүрген адам сезеді. Галопта, настроениясы. Мысалы, қыстың күні етпен ауыр болып тұрады, дайын болған, жеп-жеңіл болады ғой. Атты қалпына келтіру қиын ба әлде бәйгеге дайындау қиын ба? Ол атқа байланысты. Атқа байланысты кейбір аттар бір айдан кейін келеді. Өз-өзін тайсы салады, әлсіреп, қайттан бастан тетесін витамин, система, сөйтіп келтіресің. Кейбір аттар апта сайын шаба береді ғой. Атқа байланысты. Ал негізі қазір атқа ең көп жұмсалатын ақша жемге ме, дәріге ме, әлде жаттығуына ма? Қазір бәрі қымбат қой қазір. Қазір бәрі қымбат. Витаминдер бәрі. Көбінесе витамин кетеді ғой, дәрі витамин кетеді ғой, көбінесе. Сіз бәйгеге мысалы қарлығашты дайындар алдынан бәйгеден алдын система саласыз ба, қандай система саласыз? Саламыз система. Ел не саласыз, соны саламыз. Елден қалмаймыз. Бірақ қиын закрутка сап, мұрын бұрап саламыз. Инъекция дегенге реакция береді, Иә, әрине. Достар, бізде қазір Азамат ағаның 2-ші жылқысы 2 жасар тұз. Бүгін нешінші старты ол? Бүгін, 1, 2, 3-ші старт қой. Бүгін 3-ші старт. Осы бұйыл енді қосылып жатыр ма сонда? Жоқ, осы бір апта бір намақта 6 болды. Бүгін Аллаға шүкір 3 болды. Российский. Дубайда жүрген тұз деген айғырдың бауыры ғой. Сол қорадан шыққан. Соны біз сол аттың жолын берсін деп тұз деп есім оқып қойған. Жақсы көңілден шықты. Енді ана бір келген Жамбылдың фаворит қонан, мықты астан отырған. Екі бас тұзда, екі болған қонан бір отырды Алимбетті импорттардың арасында. Состав жақсы болды. Ашыламай бейіл. Ау? Оның өзі деңгейі ғой. Иә. Бейіл ұнады шабысы. Осы бәйгесі жақсы шапты. Өзімді тройкада деп келем осы бәйгеге. Құдарласы ең жүріп. Конечно, еркеміз болды. Мінез өте жуас. Жуас ба? Өте жуас. Амир баланың жақсы көретін құнанның бірі ғой.
Адамдарға жақын ба? Жақын. Бұйырса осы тұзды алдағы уақытта бәйгелерден көретін боласыздар. Азамат ағаның не только қарлығаш, осы тұзы да бұйырса топ жарып ағамандардың бәйгелердің бірі болып келе берер. Аумин айтқаныңыз келсін. Неке біздің Амаран тұлпар бәйгеден кейін қарасаңыздар өте жақсы состояниеде, жалпы айтып кетсеңіз, өзің қалай чувствовать етті негізі Амаран қазір? Шаптым деп тұрған жоқ. Бәйге сұрап тұр. Айттым ғой бағана ең басында да. Ондай духовести атты. Бәйгені шаптым демейді, қиналмайды. Выносливый ат қой. Төзімділігі мықты. Бүгін сәл дистанция жетпей қалды деп ойлаймын өзім. Кішкене ұзақта болған кезде, иә. Бұйырса келесі жылға мықты ораламыз енді. Енді алдағы уақытта 300-ларға түсеміз ғой, джиптарға. Негізі бүгін 3 болып қалған себебі сол кішкене дистанция жетпей қалды деп себеп келтірген. Ойлап қалды еще соңғы группқа кеткен кезде болмай қалды ма деп. Соңғы группта жартысынан бастап айдады ғой. Бір күш қуат келгендей болды денесіне. Намысты бермейін деді ғой. Өз жерінде намысты бермейін деді. Енді сәл қалды енді. Жақсы тұрады. Бұйырса кездесеміз келесі бәйгеде.